Санжар Керімбай «Қаныш және ғылыми майдан» кітабының аудио жазбасы. 20 бөлім. Хор болған химик. 1979 жылдың маусым айында Ленинская смена газетінің бір санында Хлестаковпен қосылып жазылған атты мақала шықты. Ол мақалада Қарағанды университетінің оқу тәрбие жұмысында өрескел қателіктер бар деген саумен университеттің ректоры Ибни Бөкетовті жамандаудың жөні осы екен деп сыңар жақ сынай берген. Мақаланың негізгі иесі өзін көлеңкеде қалдырып, басқа бір бүркемелі, республикаға белгісіз біреудің атымен жазған. 1979-80 оқу жылы басталысымен орталық комитеттің сол кездегі мектеп бөлімі меңгерушісі болған Темірбек Сәдуақас басқарған комиссия Қарағанды университетінің оқу тәрбие жұмысындағы кемшілікті одан әрмен ушықтыра түсіп, орталық комитет бюросына тапсырады. Бюро мәжілісінде бірнеше мүше сөйледі де Қонаев жиынды қорытады. Қарағанды облыстық партия комитетіне көрсетілген кемшіліктерді жоюға тиісті шара қолданылсын деп шекелеме соғып жібереді. Көп ұзамай-ақ ел жұртқа белгілі ғалым, академик Ибни Бөкетов еш кінәсіз орнынан босатылады. Онымен қоймай, ұзақ уақыт қызмет ала алмай бос жүреді. Жазықсыз қызметінен босатылған соң инфаркт алып ауруханаға жатып қалады. Ибнидің тағдыры Шахмарданға қатты ұқсас. Ол да орталық комитеттің сыздауығын байқамай басып кетеді. Оқиға былай болған еді. 1975 жылға дейін Ибнидің ғылыми карьерасы өсіп, тасы өрге домалап келе жатқан. Қаныштың жұбайы Таисия Сатпаева академик күйеуінің қайтқанына 10 жыл өтсе де, өнегелі өмірінің кітапқа түспей ұмытылып бара жатқанына ренжиді. Сол үшін де Қаныштың әріптестері мен шәкірттеріне жиі хабарласып, Қаныш жайында кітап жазуды өтінеді. Дегенде ешкім бұл іске құлшына кіріспейді. Себебі орталық комитет Қанышты танытуға талпынған кісілердің бәрін қыспаққа алып, қуғындаудан шаршамайды. Сонда да біреу көзсіз батырлыққа бару керек еді. Ибнидің мамандығы химик болса да, қолына қалам алып, ұстазы Қаныштың балалық шағын барынша жан-жақты сипаттап, кейінгі ұрпаққа үлгі етіп, тастап кетуге тәуекел етеді. Бұл тәуекелі өте қымбатқа түсті. Орталық комитет оны бірден нысанаға алды. Қудалау да көп кешіктірмеді. Қайда барса да тосқауыл. Қыспақ күш алғанда баспасөз бетінде Ибни жайында жайсыз материалдар да жарияланды. Көп ұзамай ректорлық қызметінен алынады. Ең соңында мүлде жұмыссыз қалады. Оның «Жас Қаныш» деген кітабы 1982 жылы дайын болып, баспада басылып жатқан жерінен жоғарының пәрменімен желкесі қиылады. Бұл жайлы Құрал Тоқмырзаұлы мынадай естелік айтады. 1982 жылы қыста болу керек. Маған Ишанбай Қарақұлов аға телефон шалды. Қазір оған Ибни Бөкетов сәлем беріп шығуы тиіс екен. Жаңа ғана сөйлесіпті. Сен ол ағаңды көріп қал, дәмдес бол деді. Оған дейін Ибни ағаны сыртынан бір рет көргенім бар. Қаныш Сәтпаев жайлы кітап жазып, онысы жалын баспасынан шығайын деп жатқан. Құдабаева Камиля атты редакторы кітапқа сүйсініп отырушы еді. Көркем әрі нақты жазылыпты. Сол кітаптың сигнальный данасы келгенде Қазақстан Компартиясы орталық комитетінен бұйрық түсті. Кітапқа тыйым салынған. Сәтпаев орынсыз мақталған, дәріптелген депті. Олардың ойынша Қазақстанның ғылымын өркендеткен Сәтпаев емес. Сондықтан Қанышты дәріптеу партиялық элитаға қайшы. Кітаптың мұхабасы ғана түптеліп үлгермеген. Әйтпесе барлық данасы дайын тұр. Өте обал болды. Жоғарының бұйрығымен кітап туралып қоқысқа тасталды. Соның ізінше Ибни ағай баспаға кіріп шыққан. Ұмытпасам, кітаптың сигнальный 3 данасының бірін Ибни сұрап алдау деймін. Енді сол ағаны Ишанбайдың үйінен дастархан басында көруім керек деп, Ешекеңнің үйіне шұғыл жеттім. Мен барған соң Ибни аға да келді. Ешекең құшақтап амандасты. Бірақ Ибни отырмады. Аса көңілсіз екен. Бірер минуттан соң қоштасып шығып кетті. Ердің соңы, егеудің сынығы деген осы ағаң, деді Ешекең. Осы заманның махамбеті. Асқар Қонаев академияның президенті болып, жұрт құттықтап жатқанда, Ибни илікпей, дүйім жұрттың көзінше сын айтқан. Нағыз Ибни айтар сөз. Жүрек жұтқан Ибниде ер болмаса, ондай батыл сөйлеу екінің бірінің аузынан қайдан шықсын. Шамасы осы әділетсіз қуғын сүргін Ибнидің жұлын жүйкесіне қатты әсер етсе керек. 1 жылдан соң мезгілсіз дүние салды.
Сол кезде Ишекең қара ниеттілердің тілегі орындалды ғой деп қатты қайғырған еді. Ебіней Бөкетовті замандастары екінші Қаныш деп айтады екен. Себебі оның бойындағы ғылыми потенциал Қаныш Сәтбаевқа пара-пар немесе жете қабыл. Мәскеудің ғылыми ортасында да абыройы аспандап тұрған. Шахмардан Есенов 1989 жылы Зерде журналына берген сұхбатында Сұлтанмахмұт Торайғыровтың бір өлеңі бар ғой. Кесені қолыма алып қарай бердім, ішінде нахақ көзден жас бар ма деп келетін. Сол айтпақшы, тоқырау заманында зобалаң көрген Ебіней Бөкетов қандай еді? Қазақтың маңдайына біткен ерен тұлға. Он академияға ғылыми хатшы етіп тағайындағым келді. Көп адам қолдады, бірақ орталық комитет қарсы болды. Жұрт Бөкетовтың тағдырын талқандаған әлгі жандайшап Владимиров деп жүр ғой. Олай емес, оның тағдыры тереңде дейді. Ал Ғаббас Қабышұлы бүй дейді. Ебіней Бөкетовті Шахмарданнан соң ғылым академиясының президенті болады деп күттік. Сол кезде Ленинская смена газетінде Ебіней туралы фельетон жарияланды. Авторы Владимиров. Фельетоншының кім екенін сұрап білдім. Ол да Қонаевтың идеология мәселелері жөніндегі көмекшісі екен. Құйынның қай жақтан тап болғаны аян болды. Ебіней Бөкетовтің де аяқталмай арманда кеткен бір жобасы бар. Ол көмірден жанармай өндіру. Ол көмірді қиянға тасып әуре болмай, сол шыққан жерінде синтездеуді ойлайды. Көмірдің 60%-нан сұйық жанармай, қалған 40% қалдығынан асфальт алуға болатынын есептеп шығарады. Жоба іске асса, ашық аспанды көмір қышқыл түтінмен айғыздап тұрған ГРЭЦ, ТЭС сияқты жылу қазандықтарын көмірмен емес, одан синтезделген жанармаймен ауыстыруды да ойластырады. Көмірді синтездеп, одан сұйық жанармай алуды ғылымда Бергиус әдісі деп атайды. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде неміс химиктері танкіге керек жанармайды көмір кеніштерінен өндіріп берген екен. Кейін бұл әдіс Жапония, Италия, Англияда да қолданылған. Бірақ олардың химиктері тиімді жолын таба алмаған. Олардың әдісі ұзақ уақытты әрі жоғары қысымды талап еткен. Сондықтан бұл әдісті тиімсіз деп тоқтатқан. Ал Ебінейдің синтезі олардан асып түскен. Әрі арзан, әрі тез, әрі өте тиімді. Бөкетов осы жобаны түгел есептеп, шағын лабораторияда өткізіп, ғылым академиясына келеді. Бірақ қолдау таппайды. Жобасын СССР ғылым академиясына жолдайды. Академияның президенті Александров тақырыпты естігенде Ебінейге бірден шақырту жібереді. Ресейдің менмін деген химик ғалымдарының алдында Ебіней осы жобасын қорғап шығады. Бұл 1982 жылдың желтоқсаны еді. Оның Жас Қаныш деген кітабы Алматыдағы орталық комитет тарапынан тосқауылға тап болып, тірсегі қиылып жатқан. Бұл кезде Жуан Жіңішкеріп, жіңішке үзілердің алдында тұрған. Әділетсіз қарым-қатынас пен бітпейтін қуғын-сүргін оның жұлын жүйкесін жүндей түтті. Егер барлық ауру жүректің сыздауынан басталады деген рас болса, оның уайым мен қайғыға толып кеткен жүрегі сан түрлі сырқаттың ошағына айналды десе де болады. 1983 жылы 58 жасында асқақ армандарын жүзеге асыра алмаған күйі бұл дүниеден бақиғаттанды. Бұл кезде СССР ғылым академиясы оның жобасын қаржыландырып, үлкен лаборатория соғып беруді шешіп те қойған еді. Тіпті 1984 жылы СССР химиктерінің дәстүрлі конференциясында басты баяндаманы Бөкетовке оқытуды да белгілеген. Мансапқұмар шенеуніктердің кесірінен ғылым деп аталатын киелі әлем орынсыз шығынға ұшырады. Оның ішінде де қазақ ғылымы бірнеше жылға артқа кетті. Ебінейдің Жас Қаныш деген кітабы тек 1999 жылы ғана 1500 тиражбен жарық көрді. Қолайсыз дәурен. Қаныш пен оның шәкірттері президенттік қызметтен кеткен соң ғалымдардың әлеуметтік жағдайы күрт нашарлаған сияқты. Бұрын жас ғалымдар жарқ етіп көзге түссе, баспана мәселесі шапшаң шешілетін. Осының арқасында олар ең қуатты, жігерлі жылдарын ғылымға салатын. Қазақ қоғамының да сауатты ортаға жылдам айналуы осымен тікелей байланысты. Кейін бұл нығмет көзден бұлбұл ұшқан соң, жалындап тұрған ғалымдар күш-қуаты мен алтын уақытын зая кетіретін болды. Себебі бір бөлмелі пәтер алу қияметтің азабына айналды. Оны мынадай деректерге қарап білуге болады. Академик Сұлтан Оздоев бүй дейді. 10 жылдай жатақханада тұрдым. 1978 жылы жұбайым ғылым академиясының президентіне барып үй сұра. Бала-шаға көбейіп бара жатыр, жатақханаға сыймаймыз деді. Ол кезде академияның президенті Асқар Қонаев еді.
Есік алдында кезек күтіп тұрмын. Академияның референті Құрманғалиева деген егде тартқан апа еді. Сол жаныма келіп, балам, мұнда не мәселемен келдің деп сұрады. Мен үй-жай алуға көмек сұрамақ ниетімді айттым. Ол кісі академияның ішкі тынысын жақсы біледі ғой. Маған бірден айтайын, бұл қара жүрістен пәтер ала алмайсың. Жоғарыда таныстарың болса, басшыға қоңырау түсір, деді. Есіме Александр Янчин деген ғылыми жетекшім түсті. Ол әйгілі академик. СССР ғылым академиясының Сібір бөлімшесін құрған адам. Соған телефон соқтым. Мән жайды естіген соң, ол Асқар Қонаевқа телефон шалды. Сол ақ екен, басшы кезексіз бірден қабылдады. Кімсің? Немен айналысасың? Отбасыңда қанша адам бар деп сұрады. Мен өзімді таныстырдым. Ол кезде академияның іс басқарушысы Алимов деген кісі еді. Меніңше бұл татар. Мен кіргенде ол да басшының кабинетінде отыр екен. Іле-шала, сәлден соң менің кабинетіме кел. Бала-шағаңның санына қарай 4 бөлмелі пәтер береміз, деді лыпылдап. Айтқандай араға сағат салып, Алимовтың кабинетіне бас сұқтым. Ол маған 3 бөлмелі пәтердің кілтін берді. Мен оған, әлгінде ғана басшы алдында басқаша сөйлеп едіңіз, дедім. Ол, осыған да шүкіршілік ет деп шорт кесті. Ең болмаса жақсы бір этаждан беріңіздер, дедім ренжіңкіреп. Сөйтіп 1978 жылы әрең дегенде пәтерлі болдым. Есіңізде болса, Қаныштың дәуірінде жас ғалымдар қаржыдан да тарықпайтын. Көлденең кедергілерге де шатылып, уақытын далаға кетірмейтін. Олардың жүріп тұруы мен ғылыми еңбегін дер кезінде қорғауын қадағалап отыратын. Бұл дәурен аяқталған соң, олардың Ресейге барып, ғылыми дәреже қорғауы мұңға айналды. Бұл жайлы академик Сұлтан Оздоевтің естелігінен байқаймыз. Ол академияда Қаныштың досы Георгий Сараевич Медоев деген ғалым болды. Қаныштың жомарттығы жайлы бізге әңгімелегенде сағаттап сөйлейтін. Әрі жан жүрегімен беріліп айтады. 1979 жылы мен Новосибирскіде докторлық диссертация қорғауым керек еді. Бірақ онда баруға қаржылық мүмкіндігім болмай жүрген. Командировкаға ақша бөлінбеді. Соны байқады ма, бір күні Георгий Медоев мені шақырды да, Амияннан 300 рубль алып, мә мынаны алып, докторлығыңды қорғап кел. Кейін байып жатсаң қайтарасың, деді. Ой, Георгий Сареевич, оныңыз не? Мені ыңғайсыз жағдайға қалдырдыңыз, деп едім. Ол, айтқан ділді ал, бізге ғалым керек. Ол ақшаның орны кейін толады, деді. Мен дереу Мәскеуге ұштым. Билет 62 рубльге шықты. Ол жақтан Новосибирскіге қарай билет алып, докторлығымды сәтті қорғадым. Әдетте Алматы сияқты ірі қалада баспана мәселесі өмірі шешілмейтін көрінеді. Ал Қаныш үшін бұл жылдам шешілетін мәселе. Келешекте қазақ қоғамын өрге сүйрейтін жас өренді көрген бойда, ол пәтер емес, шүлен таратқандай үй таратып отыра береді. Бір ғана мысал берейік. Философ академик Әбдімәлік Нысанбаев бүйдейді. 1961 жылдың сәуір айы болатын. Амалым жоғынан Қаныш ағаның мазасын алып, қабылдауына кіруіме тура келді. Ол кезде философия және құқық институтында жұмыс істеймін. Институт директоры Салық Зиманов ағамыз Қаныш ағаңа бар да жағдайыңды айтып, жатақханадан орын сұра, деді. Ол кезде Алматыда үй мәселесі қиын. Бойдақ кезімде елемей тұрып жатқан тауық қорамның қолайсыздығы үйленген соң сезілді. Содан академия президентінің қабылдауына келдім. Өзім іштей қобалжып қорқып тұрмын. Бірақ қорыққаным бекер екен. Қаныш аға бірден жылы қабылдады. Қал жағдайымды сұрады. Қандай тақырыпта зерттеумен айналысып жүргенімді сұрады. Жаратылыстану ғылымының философиялық әдіснамалық мәселесі дейсің бе? Жақсы екен. Бізде бұл мүлде зерттелмей жатқан сала. Ұлы философтардың көбі жаратылыстанушылардан шыққан. Сен өзің Сергей Вавиловты білесің бе? Естуім бар. Бүкіл одақ бойынша сенің тақырыбыңның білгірі сол кісі. Сенің Мәскеуге баруың керек. Көзіңнің оты бар екен. Саған ғалым болу керек. Мәскеуге оқуға жіберейін, деді. Мен рахмет айтқандай болып күмілжіп қалдым. Маған сол сәтте Мәскеудегі оқу емес, үйға жетеді. Қолымдағы қағазды қарағыштап отырғанымды сезді ме, Қаныш аға жұлып алғандай. Ол не? Арыз ба, деп сұрады. Мен қағазды ұсындым. Оқып шықты да бір нәрсе жазып өзіме қайтып берді. Не жазғанын оқуға да мұрша жоқ. Карпинскийге бар. Осы күзден қалмай Мәскеуге жіберсін, деді. Терлеп тепшіп кабинетінен шықтым. Қаныш ағаның хатшысы Тамара апай менің абдыраған түріме қарап күліп жіберді. Не болды, Әбдімәлік, деді. Түк түсінбегенімді білдіріп, біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы деген. Баспана уайым боп жүрсе, Мәскеуге барасың, дейді.
дедім де қолымдағы қағазды ұстата салдым. Ол ашып қарады да: «Құтты болсын, үйлі болдың. Саған Ленин мен Киров көшелерінің қиылысындағы 2 қабатты үйден пәтер берілсін» депті. «Дереу Карпинскийге бар» деді. Қуанышымда шек болмады. Бір айдың ішінде Алматының тұрақты тұрғынына айналдым. Әкеден ерте айырылып Алматыға арманымды серік етіп келгенде, Қаныш туған әкемдей қамқорлық жасады. Бір күнде төбемді көкке жеткізді. Күзде Мәскеуге аспирантураға жолдама берді. Қуғындалған Сәтбаев. Қаныш Сәтбаев 1949 жылы ердің жасы 50-ге толған. Алматыда дүбірлеген той өтті. Қаныштың қол астында істеген Иван Резников мынадай естелік айтады. Қаныш 50-ге толарда Жезқазғандағы кеншінің біреуін қалдырмай Алматыға алдыртты. Алматы мен Жезқазған арасында арнайы рейс ұшпайтын. Үкімет арнайы ұшақ бөліп, тай тұяғымызбен қалдырмай тойға кетті. Соның арқасында кейбір кеншілер Алматыны, танымал әнші, бишілерді көріп бір марқайып қалды. Сәні мен салтанатты артқан мұндай тойды бұрын соңды көрмеппіз. Ресми жиыннан соң Қаныш ескі достарын үйіне шақырды. Домбырасын алып ән салды. Біз де хормен қосылып түрлі өлең шырқадық. Қаныш 1930 жылдары Қарсақбайда концерт қойып, халыққа қуаныш сыйлайтын. Қаныш бұрынғыдай геолог емес, академияның басшысы. Қанша жалақы алады? Қарсақбайға қарағанда ақшаны күреп табатын шығар деп Таисияға әзілдедік. Ол: «Қайдам, күреп тапқанын көрмедім. Айлық алатын күні бүкіл студент академия алдында кезекке тұрады. Тапқанын студенттерге, қалғанын мұқтаж жандарға үлестіреді. Бір жақсысы, аштан өліп қалмасын деп менің де жағдайымды ойлап қояды» деп жауап берді. Бүркітші Қалық Темірбайұлы да туған күніне қатысқан. Қанекең де қызық. Жезқазғандық жұмысшыларды қақ төрге отырғызып қойды. Біз ұялып қысыла бастадық. Қанша дегенмен кіл шенеунік, академиктермен қатар отырдық емес пе? Кенет мені Жезқазған халқының атынан қалаға құттықтайды демесі бар ма? Сасып қалдым. Ойбай Қанекеу, мұныңыз не? Орысша білмеймін ғой. Мұндай мәртебелі жиында сөйлеп көрмегенбіз. Бірдеңені бүлдіріп алып жүрсем деп шегіншіктей бердім. Ештеңе етпейді, қазақша сөйлей беріңіз. Өзім аудармашы болам деді. Мен дүбірлі тойдың үлкен сахнасында көсіліп сөйлеп, қазақы жолмен Қаныштың иығына шапан жаптым деп естелік айтады. Қаныштың 50 жасы Алматыда ғана емес, одақ көлемінде тойланды. Оны сол күні құттықтамаған адам қалмапты. Мақтау сөзбен қолпашты жек көретін Қаныш 50 жасты тойлағысы келмеген. Алайда шенеуніктер мен академиядағы ортасы мерейтойды қалай да атап өтуге көндіреді. Амалсыз келіскен Қаныш: «Жарайды, бірақ бір шартым бар. Қонақтар тізімін өзім жасаймын» деді де, Қарсақбайда бірге істеген бұрынғы түйеші, кейінгі бұрғышыларды да СССР-дің атақты ғалымдарымен бірге отырғызған. Олардың бәрін сый-сияпат көрсетіп, естен кетпестей күймен шығарып салған. Бұл оның алғашқы және соңғы мерейтойы екенін Қаныш сезген жоқ. Тойланбай қалған туған күн. 1959 жылы Қаныш 60 жасқа толды. Оның даңқы дүние жүзін дүбірлетіп тұрған шақ. Әлемдегі ең үлкен мыс пен жездің қорын тапты. Соғыс кезінде Маргенс пен Сталинді құтқарды. 1947 жылы Англияға барып Черчилльмен кездесіп, СССР-дің абыройын көтерді. Үндістан, Қытай, Вьетнам сияқты елдердің көсемдері Қанышпен жүздесуді зор абырой санаған. Дүние жүзінде аналогы жоқ болжам картасын жасады. Маңғыстаудағы әлемнің ірі мұнай көзін тапты. Совет одағындағы танымал геологтың көбі Қанышты ұстазы деп санады. СССР ғылым академиясы президиумында отырған үшеудің біреуі Қаныш. Яғни одақтағы бүкіл ғылыми жұмыстың пәтуасын беретін 3 ғалымның біріне айналды. Оның мақаласы мен фотосы әлемнің ғылыми журналдарында жиі шығады. ақш пен Еуропа елдері Қаныштың мақаласы шыққан күні-ақ оны өз тіліне жарыса аударып басатын. Ең қызығы, осындай даңқы дүркіреген ғалымның 60 жылдық мерейтойы атаусыз қалды. Ол 60 жасын бала-шағасымен үйде отырып қарсы алған. Бұл мерейтойдың атаусыз қалуы Қаныштың қарапайым мінезінен екен деп қалмаңыз. Оның себебін іздесең, тағы да Алматыдағы орталық комитетке тірелесің. Хрущевтің 1956 жылы 20 съезінде сөйлеген сөзі сылтау болды. Хрущев сол жиында бірінші рет Сталинді сынап, жеке басқа табынудың зияны жайында толғаған. Осыдан соң саяси жылымық орнап, жазықсыз Сібірге айдалғандар ақтала бастады.
Алматыдағы хатшылар бас хатшының осы сөзін іліп алды да, Қанышты көп ұлықтауға болмайды. Бұл жеке басқа табынуды туғызады. Оның зардабын қазақ қоғамы тартады деген жалған желеумен оның туған күнін атаусыз қалдырды. 1969 жылы Қаныш тірі болса 70 жасқа толар еді. Бірақ ел жұрты Абзал ұлын ұмытпай еске алуды ойлаған. Алматыдағы орталық комитет тағы да тосқауыл қойды. Сәтбаевтың мерейтойы тойланбады. Бұрын Баянауылда Сәтбаев совхозының директоры болған Мұхтар Арынов мынадай қызық естелік айтады. 1969 жылы наурыз айында Ғылым академиясының президенті Шахмардан Есеновтен телеграмма келді. Онда Қаныш Сәтбаевтың 70 жылдық мерейтойына шақырыпты. Мен сияқты жас маман үшін бұл үлкен құрмет. Мерейтойда сөз сөйлейсің деп жазыпты. Баяғыда біздің совхозға Қаныш Сәтбаев арқар меринос қойын алғаш әкелген еді. Айналдырған 10 жылдың ішінде соның санын 20 мыңға жеткіздік. Мерейтойда осы жайлы баяндап беруімді сұраған. Содан не керек, сөйлейтін сөзімді қағазға жазып дайындала бастадым. Бір аптадан соң бұл мерейтойға облыстан ешкім қатыспасын деген тапсырма түсті. Жарайды дедім де, жазып қойған баяндамамды жыртып тастадым. Біраз күннен соң қайта бұйрық келді. Мерейтойға қатысатын болыппын. Қалаға жетіп вокзалға келгенде бірақ байқадым. Атақты ғалымның мерейтойында бүтіндей облыс атынан соқа басым сопайып жалғыз бара жатырмын. Әдетте мұндай тойға арнайы делегация жасақталатын. Жол жөнекей Сарыуайымға салынып бардым. Неге жалғыз өзімді жібере салды? Ертең өзге облыстың әкім қаралары сөйлеп жатқанда, біздің облыстан совхоз директоры сөйлесе, абыройсыздыққа қаламыз ғой. Сөз ұстаушының да терезесі тең болу керек. Алматының вокзалына түскенде ешкім қарсы алмады. Мерейтойдың иісі де шықпады. Көшедегі жұрт күйбең тірлігімен жүріп жатыр. Академияға келгенде де думанды көңіл күй сезбедім. Ең қызығы, өзге облыстан ешкім келмепті. Республика бойынша Алматыға сырттан келген жалғыз мен сияқтымын. Ол кезде жас болғасын ештеңенің мәнісін бойламайсың. Академия президенті Шахмардан Есеновтың қабылдауында болдым. Ол жиында сөз сөйлейтінімді тағы да ескертті. Сәлден соң Қаныш Сәтбаевтың 70 жылдық мерейтойына арналған жиналыс өтті. Кенет біреу дауыстап, Сәтбаев совхозынан келген жас жігітті кім таниды? Деді. Қарасам, академияның вице-президенті Ақай Нүсіпбеков екен. Қолымды көтеріп өзімді таныстырдым. Ол мені президиумға отырғызды. Әдетте бұл орынға лауазымы жоғары шенеунік, атақты ғалымдар отыратын. Мен президиумдағы Сәбит Мұхановтың қасына жайғастым. Салтанатты жиналыс басталды. Негізгі баяндаманы Есенов жасады. Одан соң Мәскеуден, Ленинградтан аздаған қонақтар келіпті. Солар сөз алды. Мен де бір заманда Қаныш аға сөйлеген трибунада тұрып, қойлардың жайын баяндадым. Жиналыс біткен соң Қаныш Сәтбаевтың қабіріне барып гүл қойдық. Гүл қою рәсімі бітіп, жұрт тарқауға айналғанда, Сәбит Мұханов мені және бірнеше кісіні тоқтатып, марқұмға мұсылманша Құран оқиын деді. Отыра қалып, қол жайып дұға қылдық. Кешке Сәтбаевтың үйіне келдік. Қонақтарды іріктеп шақырған сияқты. Әйтпесе бәрі бірдей сыймайды. Дастархан басында Ленинградтан келген ғалым Шахов, Новосибирскіден келген академик Лаврентьев, өзіміздің Щекин, Бектұров, Марғұлан, Кеңесбаев, Қаратаев, Бәйішев, Ғабдуллиндер болды. Шағын ғана адам отырып, Қаныш Сәтбаевтың жарқын бейнесін еске алды. 1967 жылы Қаныш туралы деректі фильм шыққан. Фильм режиссерінің бірі Қаныштың ауылдас досы Төкен Оразов. Бірақ фильмнің шығуына орталық комитет тыйым салып, жөргегінде тұншықты. Бұдан соң Төкен Оразов Қаныштың жастық шағы деген кітап жазды. Онысы 1971 жылы жазушы баспасынан шығады. Ол кезде жазушы баспасының директоры Ілияс Есенберлин, орынбасары Мұхтар Мағауин болатын. Өкініштісі, бұл кітабы цензураның қырына ілігіп, аз тиражбен таралды. Медеу Сәрсекеннің айтуынша, ол кітапта тәркіленген. Төкеннің өзі 1971 жылы қайтыс болыпты. Ол Қаныш жайлы кітапты көре алды ма, әлде жоқ па, ол жағы бізге белгісіз. 1979 жылы Қаныштың туғанына 80 жыл толды. Қазақстандағы барлық газет-журнал алғашқы академиктің еңбегі мен ерлігін жаңғырту үшін таласа тармаса материал жинап жатты.
Туған күнге 2-3 күн қалғанда Алматыдағы орталық комитеттің үгіт-насихат бөлімі меңгерушісі Әбдеш Қалмырзаевтың кабинетінде шұғыл жиналыс өтті. Жиналысқа Алматыдағы бүкіл газет-журналдың бас директорын шақырды. Оларға Сәтбаев жайында материал баспайсыңдар деп қатаң нұсқау берді. Себебін айтпады. Тапсырма орындалмаса жұмыстан кетесіңдер деп қысқа қайырған. Жиынға Қазақстан мектебі журналының бас директоры шақырылмай қалыпты. Шамасы айына бір рет шығатын журналдан қауіп күтпесе керекті. Нұсқаудан бейхабар редактор журналдың сәуірдегі санына Медеу Сәрсекенің Сәтбаев және алғашқы алгебра оқулығы деген мақаласын жариялайды. Артынша басы бәлеге шатылады. Сол қылмысы үшін бас редакторды Алматыдағы орталық комитет бір айда 7 рет шақырып сілкілеген. Дәл осындай ағаттықпен Қаныш жайлы материал басқан Білім және еңбек журналының редакциясына 18 мың сом айыппұл төлеттірген. 1979 жылы 18 мың сом өте үлкен сома болатын. Себебі автомобильдің мықтысы саналған Жигули 5-6 мың сомнан аспайтын. Бірде Мұрат Ибраев деген ақсақалмен сұхбаттасудың сәті түсті. Ол кісі 1979 жылы Қазақ радиосында жұмыс істеген. Ақсақалдың айтуынша, сәуір айының басында апталық жоспарды бекіту үшін редакторлар жиналып, кесте сызған. Бір қызығы, ешкім Қаныштың 80 жылдығы жайлы сөз қозғамаған. Мүмкін ұмытып кеткен шығар деп ақсақал әріптестеріне ескертеді. Қаныштың аты айтылғанда ұжым үнсіз отырып қалады. Сөйтсе, жоғарыдан бұйрық түскен екен. 12 сәуір күні Қазақ радиосы Қаныштың есімін ауызға алмай өте шығыпты. Ал ғылым академиясының той тойлауға ниеті де болмаған. Ол кезде Шахмардан Есенов қызметінен кетіп, оның орнына жаңа президент басқан. Қаныштың Ресейдегі көзі тірі таныстары аяулы достарының туған күнін атап, қабіріне тағзым етуді ойлайды. Мұны естіген соң, орталық комитет мерейтойды тек геология институтында тойлауға рұқсат етті. Негізгі баяндаманы академик емес, қатардағы қызметкер жасайтын болды. Шақыру билетіне көрнекті ғалым, ұлы ғалым, белгілі ғалым деген атақтың бәрін құртты. Көп ғалымның бірі ғана деп жазған. Кейін Щекин сияқты Қаныштың қарулас достарының қарсылығымен академик Қаныш Сәтбаев деп жазуға әрең көнген. Сол кезде орталық комитетте жұмыс істеген Бөпежан Тілегенов мынадай оқиғаны баяндайды. Қаныштың 80 жылдық мерейтойында Қазақ ССР геология министрі Шақабаев қатысқан. Бір кезде ол біреуге телефон соқпақ болып сыртқа беттейді. Бос кабинеттің біріне кірсе, орталық комитеттің идеология хатшысы Имашев Қазтаг бастығына телефон соғып жатыр екен. Қолында Қазтаг дайындаған материал. Ол мақалаға редакция жасап, выдающийся демеңдер, видный деп жазыңдар. Ұлы ғалым деп атамай оқымысты десеңдер де жетеді депті. Қаныштың жұлдызы жанды. Орталық комитет 1979 жылы Қаныштың атын өшіріп, мерейтойын атап өтпеудің барлық амалын жасап бақты. Бірақ дәл сол жылы Қаныштың жұлдызы жанып, мерей үстем болды. Бұл жолы тура мағынасында жұлдызы жанды. Астрофизиктер аспан әлемінен табылған жаңа планетаға Қаныштың атын берді. 1979 жылы Николай Черных есімді ғалым Қырым астрофизикалық обсерваториясында жаңа планета ашты. Ол планетаны бірнеше ай бойы бақылап, ғылыми жаңалықты бекітпекші болды. Оған алматылық астрофизик Шәміл Сәбитов ерекше ұсыныс айтты. Яғни беймәлім ғаламшарды Сәтбаев деп атайық деді. Оған досы Черных бірден келісті. Екеуі ақштың Принстон, Кембридж халықаралық планеталық орталығына жүгініп, Марс пен Юпитер орбиталарының арасында айналатын 2402 астероиды ресми түрде бекітіліп, Сәтбаев деген атаумен каталогқа енгізіп жіберді. Бұл жаңалық әлемдік журналдарда жарыса жазылып жатты. Ал Алматыдағы орталық комитеттің қынжылын қайнатты. Шәміл Сәбитов бұл кезде Алматыдағы Фессенков атындағы астрофизикалық институт директорының ғылым жөніндегі орынбасары еді. Оның академия басшылығымен келіспей, оны айналып өтіп, планетаға Сәтбаев атын беруі басына сор болып жабысты. Осы әрекеті үшін түрлі қысымға түсіп, ақыры қызметінен босады. Бірақ өшпес ерлік жасап, тарихи әділдікті орнатып кетті. Осылайша жер планетасында Қаныштың есімін өшіріп жатқанда, оның ардақты болмысы ғарыштағы планетаға айналып шыға келді. Бақталастарының бүкіл жоспары күйреді десе де болады.
Бір жылдан кейін 1980 жылы Медеу Сәрсекенің Сәтбаев кітабы Мәскеудегі ЖЗЛ сериясымен 100 мың тираж болып басылып шықты. Көп ұзамай Европада шет тілдеріне аударыла бастады. Орталық комитеттегі Қанышпен бақталас болған шенеуніктерге планетаның аты да, әйгілі ЖЗЛ сериясымен шығатын деректі кітап та бұйырмады. Қазір Сәтбаев планетасы ғаламда айналып жүр. Күншіл шенеуніктердің моласын жан баласы іздемейтін болды. Өзбекәлінің ерлігі. 1989 жылы Қаныштың 90 жылдық мерейтойы болды. Бұл жолы мерейтойдың шақыру билетіне бүйдеп жазылыпты. Аса көрнекті ғалым, Қазақстан ғылымын ұйымдастырушы, қоғам және мемлекет қайраткері, Лениндік және СССР мемлекеттік сыйлықтарының лауреаты, академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың туғанына 90 жыл толды. Қазақ ғылым академиясы сізді мерейтойдың құрметті қонағы болуға шақырады. Бұл жолы мерейтойға баяғы совхоз бастығы Мұхтар Арынов та шақырылған. Қуанарлығы сол, ол пойыздан жалғыз емес. Бұл жолы Павлодардың бетке ұстар шенеуніктері Алматыға бет алған. Алматы вокзалы да сырттан келген қонақтарға толы. Қаныштың 90 жылдық мерейтойы сән салтанаты артып, бұл той бұрынғы тойдан өзгерек екенін танытқандай. Бұл атаулы күнді ұйымдастырған ұлтшыл Өзбекәлі Жәнібеков. Ол 1988 жылы орталық комитеттің идеология хатшысы болып тағайындалған еді. Дәл сол жылы Медеу Сәрсекенің Сәтбаев кітабы 30 мың тиражбен алғаш рет қазақша шығып, халық өз баласын қайта танығандай болды. Газет-журналдар да бұғаудан босағандай, Қаныштың ұмытыла бастаған ерліктерін енді шырқап жатты. 1964 жылы Қаныш дүние салғанда, оның есімін есте қалдыру жайлы қаулы шыққан еді. Ол кезде Алматыдан көше атын беріп қана үлгерген. Орталық комитеттен Юсупов кеткен соң, әлгі қаулы мұрағат қағазына айналып кеткен еді. Өзбекәлі Жәнібектің мұрындық болуымен сол қаулы қайта көтерілді. 1990 жылы Ұлытаудағы бұрынғы Никольскі қаласы Сәтбаев атын иеленді. Республиканың әр аймағында Сәтбаев есімімен көшелер, мектептер атала бастады. Медеу Сәрсекен мынадай қызық бір естелік айтады. 1989 жылы Алматыдағы орталық комитетте Қаныш Сәтбаевтың мерейтойын тойлауға қызу дайындық басталды. Сәтбаев кітабының орысшасын Алматыдан қайта шығаруға өтініш айттым. Бірақ баспа комитеті басшының орынбасары Мұхан Мамажанов биыл Брагиннің Первый академик және Шәмшия Бану Сәтбаеваның Сәулелі әулет атты кітабын шығарғалы жатырмыз. Сіздің кітаптың қазақшасын былтыр ғана бастық. Осыған қанағат қылыңыз. Орысшасын жақын арада шығара алмаймыз. Жоспарда басқа кітаптар көп деді. Амал жоқ, кітаптың былтыр қазақша шыққанын қанағат тұтып Семейге аттандым. Арада ай өтпей, өнер баспасының директоры Сұлтан Оразалин хабарласып, бізге Сәтбаевтың орысшасының қолжазбасын жылдам жеткізіңіз. Шұғыл түрде 100 данасын шығаруға тиіспіз деді. Қуаныштан жүрегім жарыла жаздады. Сол күні билет алып Алматыға жеттім де қолжазбаны тапсырдым. Жолай Серікқалиевті кездестірдім. Ол, Медеу, өткенде қызық болды. Өзбекәлі Жәнібек баспа комитетінің басшысын шақырып, Қаныш Сәтбаевтың мерейтойына қандай кітап шығарғалы жатсыңдар, тізімді әкеліңдер деп сұрапты. Тізімде сенің кітабың жоқ екен. Өзбекәлі Жәнібек Медеудің Сәтбаевы қайда деп сұрайды. Баспа басшысы былтыр ғана қазақшасын шығарғанын айтады. Сонда Өзекең, бұл кітап кезінде 100 мың данамен тарағанымен Қазақстанда сатылмады. Жұрт Мәскеуден танысы арқылы әрең алдыртатын. Оның өзін бір қойдың құнына сатып алатын. Қаныштың кітабын қанша шығарсаң да артық етпейді. Медеудің кітабын тізімге енгізіп, 100 мың тиражбен шығарыңдар. 2 айдан соң менің үстелімде Сәтбаев кітабы тұрмайтын болса, жұмыстан кету жайлы арыздарыңды әкеліңдер деді. Бұл пәрменнің қатты болғаны сонша, өнер баспасының жоспарында тұрған Моруаның аудармасын тізімнен алып, сенің кітабыңды енгізді деді. 1989 жылы Медеудің Сәтбаев кітабы 100 мың данамен қайта басылып шықты. Өзбекәлі Жәнібек тағдыр тағылымы кітабында Қанышқа қатысты мынадай дерек айтады. 1970 жылдары қазақтар әлемдік өркениеттен жырақ қалып, даму жолына түсе алмаған мешеу халық деген советтік теріс түсінік бар еді. Соны қирату үшін ғалымдар жан таласа еңбектеніп жатты. Орталық комитеттің мәдени бөлімі осы жобаға орай жиналыс жасады. Өкімет ұсынған жоба бойынша тарихта өткен атақты тұлғаларға ескерткіш орнатылуы тиіс. Тізім Әл-Фарабиден басталыпты.
Бірақ орта ғасырда даңқы шыққан бірталай ғұлама жоқ. Фаравиден соң бірден 19 ғасырдағы Махамбетке жалғанады. Ұзын ырғасы 36 кісінің есімі жазылып, монумент болып құйылуға сақадай сай тұр. Неге ортадағы 1000 жыл бос тұр? Әлде ол кезеңде ұлы далада ғұлама ғалымдар шықпаған ба дедім. Абдырап қалған орталық комитет өкілі, ол жағы әлі зерттелмеген, кесінді пікір айту қиын деп тайғақтады. Жарайды, о заман бұлыңғыр делік. Онда неге тізімде академик Қаныш Сәтбаев жоқ? Әлде ол даңқты қайраткерлер қатарына жатпай ма дедім. Мен бұны байқамаппын. Бұл өзі ойланатын жайт екен деп әлгі өкіл кірерге тесік таппай қалды. Өзбекәлінің осы талабынан соң Қаныштың есімі тізімге енді. Бірақ белгісіз себеппен бұл жоба іске аспаған. Монументтер Алматы гороформление мекемесінің ауласында шашылып жатады. 1988 жылы Өзбекәлі орталық комитетке хатшы болып келген соң шашылып жатқан монументтерді жинап теріп, оларды туған жерлеріне апарып орнатады. Иесіз қалған архив. Сәтбаев мұражайының бұрынғы директоры, биология ғылымдарының кандидаты Надежда Неретина мынадай естелік айтады. Қаныш Сәтбаев қайтыс болғанда университет бітіріп үлгерген едім. Ол кісіні жерлеуге бүкіл қала шықты. Қаныш 1964 жылы қайтыс болса, мен академияға 1967 жылы келдім. Ол кісі жайлы көп әңгімені машинистка қыздардан естідім. Бұрын машинкемен жұмыс істейтін бюро болған. Онда 5 машинистка отырып мәтін теретін. Олардың айтуынша, Қаныш ағаның жазуы тышқанның ізінде екен, бірақ асықпай жазатын көрінеді. Ол кісінің басы ерекше үлкен деседі. Есікті ақырын ашып, басын сұғып, қыздар, мүмкін өзім оқып тұрармын. Жазуымды түсінбей қиналып жатқан жоқсыңдар ма деп сұрап қоятын еді. Машинист қыздар, қажеті жоқ, жазуыңызды әбден танып алғанбыз деп келіспейді. Арасында батылдау бір қыз бар көрінеді. Ол, Қаныш аға, мына жерге бір кілем төсеп берсеңіз, дауыс жаңғырады да тұрады дейді. 60 жылдары кілем деген қымбат дүние. Тіпті өзінің де кабинетінде болмаған шығар. Жарайды депті де кетіп қалыпты. Қыздар әзілдеп қабылдаса керек. Ертесі күні келсе, машинистердің еденінде су жаңа кілем төселіп тұр. Мен сол академияға келген жылдары жұрттың бәрі сол кісі туралы естелік айтумен болды. Адамның аты жөнін ұмытпайды деседі. Адамды тек атымен атайды екен. Күйеуіңіздің денсаулығы қалай, дәрі-дәрмек керек пе деп қадағалап отырыпты. Тіпті ол кісі жайлы мынадай аңыз айтатын. Құдай түрлі халыққа жер үлестіріп жатқанда қазақтар кешігіп барыпты. Тіршілікке қолайлы жердің бәрі таусылып қалған. Құдай айтыпты, менде басқа жер қалмады. Алам десеңдер теп-тегіс құрғақ дала, тықыр таулар қалды. Су жоқ демесеңдер асты толған байлық депті. Мақұл беріңіз депті қазақтар. Бірақ жердің астын игере алмай, өзге жұртқа талана бастапты. Сол кезде Құдай қазақты аяп, сол байлықты аршып халыққа жеткізу үшін Сәтбаевты жіберіпті. 1969 жылы Қаныш ағаның 70 жылдық мерейтойы болды. Ол кісіге қатысты орталық комитетте бұрыс көзқарас барын сол кезде аңғардым. Шахмардан Есенов бірнеше рет орталық комитетке шақырып, сценарийге қайта-қайта түзету енгізді. Көп нәрсені алып тастады. Пәленшесінші жылы туылды, түгеншесінші жылы жаңалық ашты, пәлен жерге барды деген құрғақ ақпарат қана қалдырды. 1979 жылы 80 жылдығы тойланғанда басты шара өзі салдырған академия ғимаратында емес, басқа жерде өтті. Мәскеуден шағын ғана делегация келді. Оларға сөз берілмеді. Мәскеулік қонақтар ренжіп жиналып кетіп қалды деп естідім. 1964 жылдан 1989 жылға дейін Қаныштың аты аталмады десе де болады. Тек 90 жылдық мерейтойын ғана дұрыстап тойлай бастады. Өзекті өртер өкінішті жайт мынау еді. Қаныш ағаның өзі құрған ғылым академиясында оның архивін сақтауға орын берген жоқ. Таисия Алексеевна бүкіл архивті геология институтына апарып, бір бөлмесінде көздің қарашығындай сақтады. 1976 жылы ол дүниеден өткен соң архивке де қауіп төнді. Тіпті бірде геология институтынан өрт шығып, Қаныш ағаның архивіне жақындағанда әрең сөндірдік. Қаныштың қызы мейіз академия басшысы Асқар Меңдахметұлына хат жазып, архивке бір орын беруді сұрайды. Бірақ олар академияда бос бөлме жоқ. Болған күннің өзінде кез келген уақытта өрт шығуы мүмкін деп жауап берді. Амал жоқ, архив Таисия Алексеевнаның пәтеріне көшірілді. Оған мейіз ие болды. 2007 жылы ол дүниеден өткен соң архивке ие болып, оның күйеуі Толыбай Мұханұлы қалды.
Ол бірақ шау тартып, сырқаттанып жүрген. Мен оған көмектесе бастадым. Бұл кезде академия тарап кеткен. Геология институтының директорына хат жазып, архивтен орын беруді және құжаттарды цифрландыру үшін компьютер сұрадық. Институтта ақша да орын да жоқ деп жауап келді. Толыбай Мұханұлы министрлікке хат жазып, әрең дегенде қолдау тапты. Ендігі кезекте архивті сақтайтын архивариус іздедік. Жауапты адам таба алмай әлекпіз. Бірде ол маған: Надежда Васильевна, неменеге әуре боп жүрміз? Сіздің қолыңыз бос емес пе? Өзіңіз ақ болсаңызшы. Академияны да білесіз. Академия дегеніміз Сәтбаев, Сәтбаев дегеніміз академия деді. Мен әуелде бас тарттым, кейін келістім. 2011 жылы мені де қарттық жеңе бастады. Қаныштың мұрасын сенімді жерге сақтау үшін Алматыдағы политехтің, қазіргі Қазұтыз университетінің ректорына кірдім. Мұрағатты Назарбаев архивіне өткізуге көмектесіңіз. Болмаса Қаныш Сәтбаевтың оқыған Том университетіне жіберемін дедім. Ректор маған: ешқайда бармайсыз. Біз сізді архивіңізбен қосып аламыз. Бір бөлмені босатып, музей жасап береміз деді. Толыбай Мұханұлы Сәтбаевқа қатысты үйде сақталған дүниенің бәрін маған берді. Тіпті Таисия екеуінің арасында жазылған хаттар да бар. Бірақ хаты түк қызық емес, ешбір романтика жоқ. Тракторға тапсырыс бердім, бұрғылау станоктарына тапсырыс бердім. Бүгін алған мыс көлемі мынадай деп бітпейтін цифрларды жіберген. Құдды бір бухгалтерге есеп беріп жатқан сияқты. Қаныш аға өмірден озғалы бері біздің геология бір қадамда алға жылжыған жоқ. Ештеңе ашқан жоқ десе де болады. Әлі сол кісінің жасаған болжам картасын қолданып келеді.